Бүгін сіздермен архивтен табылған өте бір құнды видеоны таныстыратын боламын. Бұл видео 1930 жылы, нақтырақ айтқанда 1926-28 жылдардың арасындағы швед миссионерлерінің Шығыс Түркістанға және Қырғызстан, сол жақтағы қырғыздардың жеріне келгендегі түсірген видеосы. Мүмкін Бестерек деген Қырғызстанның қай жақ екенін нақты білмей тұрмын. Қытайдың территориясындағы Манас жақ болуы мүмкін, немесе қазір Қазақстан республикасы болуы мүмкін. Сол жерде швед миссионерлері қырғыздарды видеоға түсіріп кеткен. Бұл видео алғаш рет табылып отыр. Не қарап отырсаңыздар, керуенге жүк артқан, керуенге отын байлаған көштер кетіп жатыр. Мына жерде дәрет алып отыр. Мысалы, мыналардың барлығы жаңағы өзіміздің қырғыз бауырларымыз. Бұлар не үшін түскен десеңіздер, бұл жаңағы швед миссионерлері Үндістан территориясы арқылы, Қашқар арқылы жаңағы Орта Азияға келген. Сол кезде көшті алып жүретін адамдар керек болған, соған жаңағы қырғыздарды арнайы жалдаған. Сол қырғыздар мына жерде кір жуып отыр. Мына барлығы жаңағы өзіміздің қырғыз ағайындарымыз. Осы видео 1926-1930 жылдардың аралығында Бестерек деген жерде түсірілген. Міне бүркіт ұстап отыр. Бүркіттің түрлерін бұл жерде жаңағы көрсетеді. Екі бүркіт отырады мына жерде. Видеоның жалпы ұзақтығы негізі жарты сағатты құрайды. Мен көп жерлерін алып тастадым. Киім киістері, бөрік кигендері, қалпақ кигендері барлығы қырғыз. Бұл қазақ емес нақты. Мен көп жерлерін алдым, өйткені бұл видео негіз Қашқар немесе Қотан, Ақсу деген сияқты жаңағы қалалар көп түсірілген. Мысалы, мына жерде түйе көшті шаңырақ тұр, мысалы, не? Одан мына жерде екі адам кигіз үй дейміз бізде. Осы юртаның ішінде әңгімелесіп отыр, керегесі көрініп тұр. Мына жерде шағын өткелден өтіп бара жатыр, өңгеріп алған алдына. Бұның барлығы жаңағы қырғыздар осы швед экспедициясын арнайы судан алып өтіп, жүктерін тасып, бұны жаңағы бұлар қай жер арқылы өтетін нақты белгісіз болып тұр. Негізі маршруты бар. Бұл адамның атын мен жазам, егер керек десеңіздер. Осындай жүктер арып Памир арқылы өтуі мүмкін, немесе Үндістан, Тибет арқылы жаңағы Европаға кетуі мүмкін. Солдан көріністер түсірілген. Бұл видео негізі дыбыссыз 1926-1930 жылдардың аралығында түсірілген видео. Сол кезде шведтер келіп түсірген. Негізі түсірген адамдардың аттары да бар. Ол түсірген адам 1937 жылы қайтыс болады. Сол адамның, швед миссионерінің жазған кітабы бар. Қашқарға барған, ол жақта бұлар шіркеу тұрғызған. Христиан дініне көп ұйғырларды, Шығыс Түркістан халықтарын христиан дініне кіргізген екен. Мына жерде жақсы кадрлар бар. Киімдерінен қарасаңыз, бұлар ұйғыр емес, мен ұйғыршыларды алып тастадым. Бұл жерде шетелдіктер, қырғыздар, бұл юрта тұр, қарасаңыздар. Басқа толық видеосы бар. Бұл жерде Шығыс Түркістан, Шарқи Түркістан дейді. Сол Шығыс Түркістандағы Қотан, Қашқардағы халықтар, ұйғыр халқының көп қалалары барлық көрсетілген негізі. Ішінде мен кесіп тек қана қырғыз ағайындарға қатысты жерлерін мен салып отырмын. Бұл видео бұрын шықпаған болуы мүмкін. Себебі бұл видеоның іздеп мен жай видеоны қарау барысында ғана таптым да, бұның кітабы ретінде шығып қойған. Көп фотосуреттер бар. Көп фотосуреттерде жаңа қырғыздардың суреттері бар. Өте құнды суреттер. Қамалдарды қарасаңыздар, керемет. Өте құнды суреттер бар. Оның ішінде жаңағы кигіз үймен тігіліп жатқаны, олардың киімдерінің үлгілері, жаңағы бізде кимешек дейміз, әйел адамдардың бас киімдері, әйел адамдардың киімдері, ер адамның киімдері барлығы көрініс тапқан. Қазір бір аз күте тұрсаңыздар, бір өте бір қызық сәті болады. Сол жерде әйел адамның жаңағы
қырғыздарда қалай дейді екен, мен нақты білмедім, бірақ бізде кимешек дейді. Әйел адам сол кездегі бас киімі басқа орайтын ақ. Соны қалай киіп жатқанын көрсететін болады. Енді керуен үлкен болу керек. Бұлардың келген мақсаты да миссионерлер ғой. 100 жылдан бері сол жақта шіркеу салған. Қашқардағы Қотан, жаңағы Орта Азиядағы қолжазбалар, артефактілердің бәрін Швецияға тасыған. Бұлардың архиві толық көп менде бар. Егер қызығып бірге зерттеу жүргіземіз дейтін ағайындар болса, маған хабарласыңыздар. Міне асауғат. Кетті не. Басы бұрдан неде үрікті мекен, не болды мекен? Аяғына бір нәрсе болды мекен? Мынау негізі видеода 5-6 бөліктен тұрады. Соның бір бөлігі қырғыздарда Бестерекке бір бөлігін бөледі. Бестерек деген жерге. Одан екіншісі жаңағы қырғыздар деп жазады. Ол кезде қырғыз демек киргиз деп жазған. Негізі киргиз деген көбінде қазақтар болатын. Бірақ 1925 жылдан бастап арнайы қазіргі қырғыздар қырғыз деді да, бұрын қара қырғыз деген. Соң бұл видеоден нақты өзіміздің қырғыз ағайындар міне. Көш осындай таулардың ішімен алып өткен. Анада арнайы телегада тұрған бала болу керек. Міне енді әдемі жеріне келе жатыр. Әне киімдерін көрдіңіз бе? Қандай күймелерде, арбаларда міне жаулықтар таққан. Міне қырғыз келіншек құрт жеп тұр ма, сондай бір нәрсе жеп тұр. Басын ораған. Мен осыдан міне ала қалпақ киген. Міне нағыз бұлар қырғыздар міне қалпақтарын киген. Мен осыдан айырдым. Әйтпесе мен нақты білмейтін едім. Осыны видеоның аяғына дейін асықпай көрдім. Қарасам осындай кезікті. Содан сіздерге салып отырмын. Міне көш барысы, міне осы жерде міне орап жатыр. Қарасаңыздар, бас киімі әйел адамның басына орап жатыр. Міне орауда түрде болады өзі. Орап осындай орап жатыр. Бізде оңтүстік өңірлерде Тара жақта осылай орайды. Осыған ұқсатып орап жатыр. Қырғыздардың жаңа әйел адамдардың кимешегін орауының түрі екен. Осылай орап жатыр. Мына жерде күрес басталды. Екі адам күреседі. Бір-бірін ара алмайды. Ой. Міне осылай күрескен. Мынау 1928, нақты 28 жыл болуы мүмкін. Өйткені 1926 жыл бұлар келеді. Бір экспедиция. Одан кейін 26 жыл келеді, 28 жыл бұлар қайтады. 2 жылдай тұрады. Сол кезде көш қайтып бара жатқан кезде түсірген болуы мүмкін. Міне түйе, керуен, ит жүр мына жерде. Кетіп бара жатыр. Арнайы адамдар жалдап алады ғой бұларда. Ақша берем екен, не береді екен, сөйтіп жалдап алады. Осылай жаңағы ұзын көш өстіп бұлар жаңағы Иерусалимге барады. Иерусалимнен ары қарай жаңағы Европаны аралап сөйтіп ары қарай Стокгольмге, Түркияға барады, кеме арқылы жүреді сөйтіп. Бұлар Стокгольмға барған. Стокгольмда 1929-30 жылдар кітап шығарады. Міне қырғыздардың үйі, міне үй тігіп жатыр бұлар. Жаңағы осы көшпенділердің осы дәстүрлі үйі ғой. Тігу өте оңай, құру, жеңіл, жүруге бәрі ыңғайлы. Соны бұлар европалықта қолданған, европалықтарда қолданған. Міне ақтөс деген ит отыр. Енді қысқаша осы, егер тағы да ақпараттар өте көп, міне нағыз қырғыздар міне өте көп. Егер маған хабарлассаңыздар, фотосуреттер бар көп. Міне қырғыз деп тұр ғой, көрдіңіздер ғой, жаңа өтіп кетті. Осы жерде қырғыздар туралы баяндайтын барлығы жаңағы қырғыздар. Теңізден кейінен 2000-3000 метр биіктіктегі қырғыздар деп жазған. Міне сол қырғыз ауылына барған бұлар негізі. Көрдіңіздер ме? Ауылға барған кезін түсірген. Тауда ағып жатқан Алатаудың бір жері ме екенін мен нақты білмей отырмын, бірақ бәрін осы видеоға түсіріп кеткен. Өте қысқа видео болса да, бір 30 секунд болса да, осы бір жері ең соңғы жағы мына өзі. Нақты барлығын түсіріп осы жерде көрсеткен. Қара үйлер, бізде қара үйлер кейінгі бізде де бар негізі. Міне текемет тоқып жатыр екен.
осындай қырғыздар туралы қызықты ақпараты мол видео табылды. Архивный материал керек болса өздеріңіз сақтап алыңыздар және таратыңыздар. Қырғыз жері жайлау мекен, бірақ таудың биік жері ғой бұл. Жылқылар жайлап жүр. Аман болыңыздар.